менің есімім Бағдат Амандосұлы. Бүгінгі марқұм Шерзаттың сот отырысына мен және Ибраев Нұрболат келген. Екеуміз заң консультанттарымыз. Біз осы марқұм Шерзаттың ісінде жәбірленушілердің сенім хат бойынша мүдделерін білдіргенбіз. Қалай болды бұл? Яғни өздеріңіз білетіндей, Шекеев Мейірманның компаниясы бар. Сол компания арқылы біз келісімшарт жасаймыз. Заң көмегін тегін көрсету туралы шарт. Сол шартта, шарт арқылы Мейірман Шекеевтің компаниясының атынан бізге, яғни бәрімізге сенім хат берілген сот процесіне қатысу жөнінде. Бір сенім хатта бірнеше жаңағы адвокаттар және заңгерлер болатын. Сөйтіп, мен белгісіз себептермен Мейірман мырзаға хабарласа алмаймын. Ол өзі маған бір процестер болды менде. Содан сұранғанмын алдын ала. Ол мені жіберген. Содан өткен сот отырыстарында. Сөйтіп жіберіп алады да, содан жаңағы келесі күні маған айтады, жаңағы сен сенімнен шықтың, бүйттің, сөйттің деп. Содан кейін мен түсінбей қайта хабарласам ғой, не болды деп. WhatsApp-тағы группадан мені шығарып жібереді, түсіндірмейді. Содан кейін маған сол біздің общий WhatsApp бар, сол WhatsApp-тағы топтағы адвокаттар хабарласып, Бағдат сені не үшін шығарып жіберді дейді. Мен түсінбедім. Содан кейін Мейірман мырзаға хабарласа бастаймын мен. Жазамын, хабарласамын, түк шықпайды. Одан кейін жаңағы Жан Ахмадиев келеді, соның көзінше хабарласам, тоже шықпайды. Одан кейін бүгін біз жаңағы сот хатшысы арқылы біздің сенім хаттың жойылмағанын білдік. Сөйтіп жар сөзге келдік. Міне қаншама бет дайындап, қылмыстық істі зерделеп, ана жоғарғы соттағы тұрған видеолардың барлығын қарап, талдап, оған құқықтық баға беру үшін бүгін сөз сөйлеу керек еді, соңғы сөзімізді. Алайда Мейірман мырза бізді көріп, сендер сотта сөйлемейсіңдер, мен бұл жерде барлығын шешемін, жаңағы мына кісілер сөйлейді, сендер сөйлемейсіңдер, тұрмайсыңдар, тыныш отырыңдар. Егер сендер қазір сөйлейтін болсаңдар, жаңағы позор боласыңдар, сот залынан бүткіл ел көріп отыр, шығарып жібереді, бүйтеді, сөйтеді дейді. Соны тыңдамай мен келдім, Нұрболат Ибраев екеуміз басымызды тігіп сотқа кірдік, өзіміздің сөзімізді, соңғы сөзімізді жәбірленушілердің мүддесін қорғау мақсатында сөйлегіміз келді. Алайда Мейірман ағаларың бізді жаңағы соттан шектету үшін жар сөзде өтініш хатты беріп, өзінің атынан, компанияның атынан емес, қайталап айтам, сөйтіп біз шеттетілдік. Не деймін? Сөзіңізді бөлейін осы жерде.